Сәлем қыз-келіншектер, бүгін сіздермен бірге осылай бала аппетитпен жейтін, іші витаминға толы осылай брокколи дайындаймыз. Жұмсақ болып піседі. Видеода көргендеріңіздей бала өзі ұстап жей беретіндей дәрежеде жұмсақ болып піседі. Біз ең алдымен өзімізге керекті брокколиді алып ажыратып аламыз. Мен брокколимен қоса цветной капустада қосып дайындадым. Осылай бөліп аламыз дағыны, суға салып қоямыз. 10 минут аралығында суда тұру керек, кәдімгі мұздай суда. Сонда ішінде мусорлар болса, суға шығып кететін болады, майда мусорлар. Сосын 10 минуттан соң өте жақсылап жуып аламыз. Жақсылап жуып алып, осылай кішкентай ыдысқа азырақ су құйып, брокколи мен капусталарды осылай цветаға жайғастырып, яғни буға пісетін болады. Қоятын боламыз. Мінекей мен қазір 5 минуттан кейін ашып көрсетіп жатырмын. Осылай жұмсап қалған жартылай. Тағы да 5 минутқа қойып қойдым. Мінекей уже дайын. Қатты отпен пісіретін боласыздар. Жұмсақ болып тұр. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Балдарыңызға дайындап көріңіздер. Өте жақсы көріп жейді. Әрі іші витаминға толы. Өте пайдалы тамақ. Пюремен, күрішпен, сәбізбен, кез келген осылай тамақтармен қосып берсеңіздер де болады. Мен қызыма тек өзін ғана бердім. Осылай вилкамен бөлсеңіздер, жұмсақ, өте оңай бөлінеді. Ас болсын, дайындап көріңіздер.